Саламатсыздар ма? Жаңа толқын бағдарламасының көрермендері. Бүгін бізде қонақта Базарбайұлы Сұрсұңқар, Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы және халықаралық конкурстардың жеңімпазы, әнші, күйші, термеші. Саламатсыз. Енді біздің бағдарламамыз білесіздер, жаңа толқын деп аталады. Жалпы сізге бірінші сұрақ. Сіз өзіңізді жаңа толқын қатарына жатқызасыз ба? Қазіргі дамып жатқан жастар қатарына жатқызасыз ба? Сіздің сауалыңызға рахмет. Әрине, біз Назарбаев зияткерлік мектебінде оқып жатқасын, біз ұлттық мәдениетті қазіргі заман талабына сай ұштастырып, соны өзіміздің бойымызға сіңіріп, заманның әрине бір жаңа толқынына болып ілесіп келе жатырмыз сол көшке. Өте жақсы. Сонымен қатар сол көште осы қазіргі кезде жалпы менің ғана емес, қазіргі барлық өскелең ұрпақтың басты мақсаты сол көште жұтылып кетпей, біздің мәдениетті осы заман талабынан жаһандануға ұштастырып, бірге жаңа толқынға ілесе білу керек. Керемет жауап. Иә. Керемет Бір жауап. қырлы болмау Өте керек, жақсы. бір жағына қалып қоймау керек, екі нәрсені бірдей алып жүру керек. Дамып отыру керек, бір жағынан өзіміздің ұлтымыздың бір болмысын жоғалтылмау керек дейсіз ғой. Ендеше жалпы қоғамның дамуы үшін сіз өзіңізді қандай үлес қосып жатырмын деп есептейсіз? Жалпы біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің осы миссиясының ішінде бір көшбасшы қалыптастыру бар. Яғни осыдан түлеп ұшқан түлектер кез келген қоғамға барған кезде суырылып шығып, сол заманның дамуына, сол саланың дамуына үлес қосатын түлекті тәрбиелейді. Мен қазіргі кезде өзіміздің мәдениетке титтей болсын үлесімді қосып келе жатырмын. Өте жақсы. Қуаныштымын. Біздің қазіргі өсіп келе жатқан жастардың арасында осы қазақтың қара домбырасын насихаттап, біздің ата-бабамыздан мұра болып келе жатқан жыр термелер, күйлер, жалпы дәстүрлі әндерді дәріптеп келе жатырмын. Сондықтан ойлаймын, осы заманның осы мәдениет саласының дамуына болсын, кішкене болсын үлесім қосып. Сізбен толықтай келсем, қоғам және мәдениет бір-бірімен өте тығыз байланысты. Әрине. Енді бұл жерде осылайша қоғамның дамуына үлес қоса отырып, сіз өз құрбы құрдастарыңызға, жастарға қандай үлгі насихат көрсетіп жатырсыз? Енді мен өзім әлеуметтік желілерде белсендімін деп айта аламын. Әлеуметтік желілерде түрлі видеоматериалдар жүктеп, өзімнің ән айтқанымды, күй тартқанымды салып отырамын. Сонда әрине мен енді өзімді бір нақты үлгімін, осы маған қарап жастар бой түсесін деп айта алмаймын. Бірақ маған көбісі жазып жатады. Көп жаңағы ата-аналар, балам сен сияқты болса екен, болмаса артымыздан ерген інілеріміз, қарындастарымыз осы сіз сияқты болғымыз келеді, сіз сияқты күй тартқымыз келеді, ән айтқымыз келеді деп жазып жатады. Соған қарап мен өзім қуанам. Әрине мен өзімнің әлеуметтік желімде қана әнмен шектелмей, жалпы бағана осы сөзімнің басында да айтып кеттім, қазіргі кезде жастардың арасында қазақ құндылықты дәріптеу аз. Соны мен барша өзімнің оқырмандарыма, өзімнің көрермендеріме қазақылықты бойына сіңіруге тырысамын. Ол не? Қазақылық дегеніміз бірінші кезекте қазақтың ұлттық киімі. Киімді насихаттау. Екінші, ол салт дәстүр, әдет ғұрып. Қазіргі кезде түрлі дәстүрлер бұрмаланып, білесіз, әлеуметтік желілерде байқап төбе шашымыз тік тұрып жатады. Өте қатты бұрмаланып бара жатыр дәстүрлеріміз. Яғни біз соның дәстүрді, мәдениетті, өнерді саф алтындай сақтауымыз керек. Оның нұсқасына мән беруіміз керек. Осы өзімнің қатарластарымның және өзімнен кейінгі келе жатқан іні қарындастарымның мен осы нәрсені ескергенін қалаймын. Егер сізде Қазақстанды әлемге таныстыруға мүмкіндік болса, сіз не істер едіңіз? Ондай мүмкіндік сізде болды ма? Менде ондай мүмкіндік әрине болды. Мен осы қазақтың домбырасымен өзіміздің дәстүрлі әндерімді орындауға Монғолияға, Қырғызстанға, Түркияға бардым. Сол жақта өзіміздің әндерді насихаттадым, қазақтың мәдениетін көрсеттім.
біздің әндер өте ерекше. Өйткені әр қазақта мынау баланың дауысы бар, бізде қоңыр үн бар. Және де басқа елдердің қызығатыны бізге осы біздің қоңыр дауысымызға, мынау қазақтың бүкіл даласын, табиғатын суреттейтін әндерге, күйлерге қызығады. Бірақ біз соның өзіміз қадірін білмей жатамыз. Ал шетелге барып соны көрсетсең, олар тұрып орындарынан тұрып қошеметтеп аң-таң. Өйткені біздің әндеріміз басқаларға қарағанда ерекше. Мен де соны дәріптеймін. Бардым. Болашақта Алла қаласа тағы да барам, әрдайым қуанамын. Демек дайынсыз. Дайынбыз. Егер менде мүмкіндік болса, мен ешқашан қашпаймын. Мен қазақтың әндеріне әрқашанда дайынмын. Және оны дәріптеймін. Өте жақсы, керемет жауап. Сіздің жауабыңызға барлық көрермендер сүйсініп отыр деп есептеймін. Негізі қалай ойлайсыз, әлемді не құтқарады? Махаббат па, өнер ме, жақсылық па? Не құтқарады әлемді? Барлығымыз біртұтас әлембіз. Сіздің жауабыңыз қандай? Үш нәрсенің де әлемді құтқаруда өзінің рөлі бар. Мәселен? Өнерді енді бағанадан бері осы сұхбат басталғалы біз айтып жатырмыз. Өнер жоғалған адам, мәдениеті жоғалған ұлт, ол бола алмайды. Ол жұтылып кетеді, басқа ұлттардың тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетіп қалады. Махаббат ол екі бастан құтқарады. Бір ол жалғыз адамға деген махаббат емес, туған жерге, еліңе, жеріңе деген махаббат болады ғой. Әрине, егер махаббатың сенің жүрегіңде осы жеріңе деген махаббат болса, патриотизм болса, отан сүйгіштік болса, онда әрине сен өзіңнің еліңді, жеріңді, әлемді құтқарып қала аласың. Жауабыңыз өте керемет. Яғни үшеуінің де орны бар дейсіз, басым дейсіз. Өнерлі өрге жүзеді дейді. Сіз бұл мақал-мәтелдің мән-мағынасымен келісесіз бе? Шын мәнісінде өнерлі өрге жүзе ала ма? Әрине. Өнері бар адам ешқашан өлмейді дейді. Біз мектепке барған кезде әрдайым осы ұстанымды ұстанатынбыз. Себебі өнерлі адам ол қай жерде болсын суырып шығады. Ол мәселе оның әнінде емес, өнерлі адам ол сонша дами алатын адам болады. Мысалы үшін қарапайым мысал келтірейік. Осы жақында әлеуметтік желілерде осы профессорлардың зерттеуін көріп қалдым. Балаларыңда егер миыларының жұмысын жақсартқыларың келсе, онда міндетті түрде бір аспапқа беріңдер дейді. Ол не үшін? Мысалы үшін сіз фортепианоға өзіңіздің ұлыңызды немесе қызыңызды бердіңіз. Фортепианода оң қолға бөлек жаңағы жүреді. Бөлек ноталар жүреді, сол қолға бөлек ноталар жүреді. Яғни бір ойнаған кезде жаңағы нотаға қарап отырып, оң қолды да сол қолды да жұмыс істету ол өте қиын нәрсе. Ол басында оңай соқпайды. Мысалы үшін бізде домбырадан бөлек, домбыра ол біздің мамандығымыз болса, одан бөлек сольфеджио деген сабақ болды. Сольфеджиода жаңағыдай фортепианоны үйреніп, яғни музыка туралы теорияны сонда үйренесің. Сонда ол әрине бізге қиынға соқты. Яғни оң қолды басып отырсың, сенің сол қолыңа алып кетпеу керек. Домбырада да сондай. Сен пернесін басып отқан кезде, мына қағысын қалып кетеді, қағысын қағып жатқан кезде пернені басуды ұмытып кетесің басында. Бәріне миға жетпейсің. Бірақ сен соны үйреніп алсаң, ол кезде сенің мына миыңның екі жарты бөлігі де, ми өзі екіге бөлінеді. Сол екі жартысы да, екі қатысы жақсы жұмыс істейді деген сөз. Яғни сол кезде адамның ойлау қабілеті, мынау жүйесі дамиды. Демек, көрермендер осыны есте сақтай, өнерлі шынымен өрге жүзеді. Ендеше әрі қарай жалғастыратын болсақ, жалпы біз барлығымыз білеміз, сіз көптеген сайыстарға, конкурстарға қатысасыз және жеңімпаз атанасыз. Енді жалпы осы жетістіктің, жеңістің формуласы қандай? Бұны сіз қалай сипаттар едіңіз? Енді әрине біз бірінші кезекте мен өзімнің жетістіктерім әлі алда деп ойлаймын. Мен өнерге енді басып келе жатырмын. Енді қадам басып келе жатырмын. Үлкен өмірге Алла қаласа 1 жылдан кейін аттанайын деп отырмыз. Сондықтан бұл салаға мен бірінші сатысын енді аттым. Дегенмен осы күнге дейін өзімнің пікіртастарымның арасында Аллаға шүкір менің жетістіктерім аз емес. Ақырындап домбыраға деген
шамалы енді бірден қызығып кеттім деп айта алмаймын, 1 жыл уақыт кетті. Кейіннен барып шамалы ұната бастадым. Ал қазір енді мен домбырасыз өмірімді елестете алмаймын. Домбырасыз көре алмаймын өзімді. Енді бұл жерде мәселе неде деп ойлайсыз? Бағана біз жастар туралы айтып кеттік. Қазіргі кезде мынау қазақта керемет сөз бар ғой, тербие тал бесіктен басталады. Ол бірінші кезекте қазақы құндылықтарды баланың бойына сіңіру ол ата-ананың мойнында. Яғни тәрбиеден басталады. Осыны есте сақтаймыз ата-аналар. Мысалы үшін сол кезде қазір ешкім баласын қинағысы келмейді. Баласы жылады ма, қолына барлығын беріп қоя салады. Телефон көргісі келсе телефон қосып бере салады. Біз тіпті үйде бала жыламасын деп теледидардан жаңағы орысша өлеңдер, орысша мультфильмдер қосып қоямыз. Ол дұрыс емес. Біз бірінші қазақша, ол бала кішкентай кезінен бастап нені тыңдап өседі, тілі де сол тілде шығады. Мысалы үшін қазіргі балалардың барлығын орысша сөйлейтін де содан. Мені мысалы үшін бұл бесікке бөлуде тербетпейді, домбырамен өлең айтатын әжем. Содан ұйықтайды екенмін. Яғни мен әкем мысалы үшін мені сол кезде жетектеп апармағанда, желкелеп апармағанда, бәлкім мен бұлай отырмас па едім. Мен де сол көптің бірі болып, жетпес пе едім десеңізші. көптің бірі болып, қазақы құндылықтың жұрдай болып жүрер мүмкін. Бірақ, яғни мен осы жерде осы ата-аналарға айтарым, әрине бұл кісілердің жасы үлкен, ол жата бермесін. Ол үйде телефон көріп жатқан баладан еш нәрсе шықпайды. Домбыраға бар, басқаға. Барлығымызда ойланатын жағдай болып тұр бұл. Баланың көңіліне қарауға болмайды. Ешкім өлген жоқ, мысалы үшін ше. Әкеміз ұрып желкелеп апарған кезде біз одан жақсы болмасақ жаман болған жоқпыз. Мінекей. Демек тәртіп ата-анадан басталу керек дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы. Сол кезде адам сапалы өмір сүре алады. Әрине біз қазір Сырсұңқардың өнерін тамашалауымыз қажет. Сізден сұраймыз. Енді мен өзім 5 жыл өнер мектебінде күй өнерін бітіргенмін. Кейіннен осы біздің қазақ әндерге, терме жырға көңілімді ауып, соларға қызықтым. Әрине біздің термеде үлкен философиялық мағына бар түсінген адамға. Сондықтан маған сол қызық болды. Қазір енді термеге бет бұрып келе жатырмын. Осы Запа Дәулетбаев деген атамыздың сыр сүлейлері деген термесі бар еді, соны орындап берейін. Сары елей қадірі деген тұты бардақ сүлейлер өсіп өнген қара шаңырақ ақтайлаға ата мекен аруанадай шұрайлы жер ұйықтай жатыр маңырап атасы ән мен жырдың ешния салы жүйрігің жүзден озған сұлу саңлап дүрі оңғар балық базар қас батырдай өткірің алдаспандай алтын балдақ жегенбай кете жүсіп даңғайырлар қоңырын кететұғын көкті сарнап шайырдың шенебайдай сөзі қалды толжарып шайырлықты алған таңдап қосалып тұрмаған бет омар менен шығыстың жырдастан кетті барлап тұрымбет тас бергеннің маңырамас ой кететін тыңдаушысын сыйқырар бап аман жолы жырға жүйрік болған екен жыр жазған кейінгі сөзін арнап Рүстембек мұзарақтар бұлбұл еді мақамы ел аузында кетті шарлап көшіне жұлдыздай боп ағып түсті өкінді исі қазақ тістеп бармақ қуантып ет ел жұртын сұмашалы тімертерек кетті қармап іздейме ертеді өткен сүлейлерді тұрғандай қорқыт күйі желде сарнап шалғасы сүлейлердің сұраулар көп белгілі ой бида шәмшәт шықты парлап жайнаған гүлдей өсіп сұрауларды сүлейлер жемегейсің өзің қолдап
өте керемет, тамаша. Сізге көп рахмет. Уақыт бөліп біздің бағдарламамызға келгеніңіз үшін. Енді көрермендер, сіздер бүгінгі жаңа толқынымыз сыр сұңқардан көп үлгі өнеге аласыздар деп есептеймін. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Сау болыңыз.